Мә, қайдан білейсіздерді бір күнге жетпей ақ 10.000 лайктан асырып тастайтындарыңызды. Дайын боламай қалдым ғой, ей. Бірақ бәрі бірде уәдемде тұрам ғой сіздер үшін. Ал Чакидің 3-ші сезонына қош келдіңіздер. Сәлемдер, мен Диана Кеу. Если что, көрмегендер бірінші и екінші сезонын көріп алыңыздар. А то түсінбей қаласыздар. Бұл сезоны уже вообще басқаша. Чаки қартайып кетемей бірдеңе. Ой, дайын болыңыздар. Он сказал, что мы все умрем. Екінші сезоннан кейін Чаки басқа новый жігіттің үйіне келіп алады. Уже кроватына да жатып алған. Бір уақытта дәл сол үйде свет өшіп қалады. Охо, бұлар уже бай, әкім ба или президент ба біреудің үйі екен. Ақшалары көп, үйі дәу. Мына еркек жаңағы Чаки келіп алған кішкентай баланың әкесі. Простите, ему тревожно. Түсінгендеріңіздей, Чаки осылардың үйіне келіп алған. Типа ана баланың ойыншығы болып, баланың личный охраннигі бар, байғы сол бірінші болып өледі әйтеуір. Өзіміздің родной Джейкімізді де ұмытпайық. Ол мына жақта уже сәл өсіп қалған, эфирге кіріп алып, қараңдар, өзім жасаған куклам, менің туындым деп көрсетіп жатыр. Мына қызда әлі жүр. Кішкентай сіңлісі жоғалып қалыпты. Біраз уақыттан бері әркімнен интернеттен сұрап іздеп жүр екен. Сәл қуып жүрді, бірақ. Вы, суки, победили. Сойдет? Екінші сезонда көргендер біледі. 3 достар Чаки өлтіріп тастаған соң, ата-анасыз жетім қалып, енді мектептегі апайлары оларды асырап алған екен. Телевизордан ана баланың Чакидің ұстап тұрғанын көріп қалады да, өлі мына бәле әлі өлмепті ғой деп таң қалады да, ақыры соны өлтіріп бітейікші деп шешеді. Народ, мы убьем Чаки. Раз и навсегда. Болды, қалай ол балаға дәу әкімнің үйіне жақындай аламыз, не істейміз деп ізденіп жоспар құра бастайды. Ал мына жақта родной Чакиіміз рахаттанып өлтіріп жүр. Өлген әйел, если что, сол үйдің қызметшісі еді. Өлә әкімнің үйінде уже 2 адам өлді деп, адамдар шулап өсектеп жүрмесін деп, әйелдің өлі денесін сандыққа салып шығарып алады. Ал мына жақта достар сол әкімнің үйінде тұратын жігітті тауып алып, оны алдап, солдап, үйтіп үйге кіріп алуды ойластырып жүр. Уф, мына жақта болса Чакиң, как всегда, кімді фіштеу қылсам деп жүр. Трое, вот и все. Осталось еще трое. Байқадыңыздар ма, бірінші и екінші сезонда Чакиде вообще план жоқ еді. Кім көрінсе соны өлтіре беріп, ал бұл сезонда прям міне 3-шісін өлтірді. Енді тағы кішкене қалды деп ұйымдастыратын болып қапты ғой деймін. Сөйтсе, оны да кинода түсіндіріп береді. Екінші сезон бітірде Чаки осы әйелді өлтірем деп тұрғанда, әйелді полиция ұстап алған екен. Ал Чаки мына қыздың сіңлісімен бірге қалып қояды да екеуі жоғалып кетеді. Бірақ олар қосылып алып, әркімді өлтіріп жүреді ғой ше. Сөйтсе бұл әшейін Чакидің түсі екен. Чаки уже қартая бастайды, аяқ қолдары дұрыс қозғалмай қалады. Өзінің аруағын қызға кіргізбекші болады, бірақ қолынан келмейді. Күші жоқ қой, қартайып қалған. Сонымен екеуі ажырамастай постоянно бірге жүретін достар болып қалады. Чаки қартайып баратырым деп докторға да келеді. Поверните голову и покашляйте. Вы не исповедовали в последнее время никаких других религий? Құдай-ай, сценаристері не ойлаған деймді. Қайсы дені дұрыс дәрігер кукланы қарайды, а? Сөйтсе доктор былай айтады ғой ше. Сен алдыңғыдай адамдарды өлтірмей қойдың. Тағы да аямай бәрін қырып шығуың керек. Сол кезде ғана қайттан жасарып бастайсың деп айтады. Я заинтригован.
Точно миы айнып қалған доктор екен айта салайын. Осы сөзіңді естіп Чаки өзіңді өлтіріп тастаса ше, ой тоба. Сөйтіп Чаки қайттан қалай өлтірсем болады деп ізденіп, даже типа құдаймен де келіседі. Менің күшімді алмашы, қартаймайыншы, мен қайттан көп адамды өлтіріп бастаймын деп. Сөйтіп қыз екеуі осы үйге келіп алады да вечеринкадағы сразу 8 адамды фшту қылады. Иә, алдыңғы бөлімдерде әрең ешкім жоқ жерде өлтіріп жүрсе, еще ол кезде қартайып та жатқан жоқ еді ғой. Енді қалай сразу 8 адамды өлтіреді деймді. Ал енді болса әкімнің үйіне қарайды. Осы әкімнің кесірінен қаншама адам өлді. Әумәу болды, мен оны точно жоюым керек деп шешеді Чаки. Сөйтіп әкімнің баласының кукласы болып ала салады. Үйде Хэллоуинге қарсы вечеринка болған соң ана 3 дос үйтіп-бүйтіп келіп алады. Қыз ана баланы типа осылай алдап тұрып алып, ал ана жақта 2 дос Чакиді іздеп кетеді. Енді үйтіп-бүйтіп Чакиді таптым дегенде, Чаки болса люстраны түсіріп, тағы 10 шақты адамды өлтіріп тастайды ғой ше. Бірақ Я подыхаю нахер. уже қаншама адамды өлтіріп үлгерсе де, сонда да Чаки қартая береді. Кішкентай бала ғой мейлі, бірақ үлкендер кукланың қартайғанын көріп жүріп, қалай бұл сонда деп ойламай ма? Детективтер ізденіп қараса, Чакиден бөлек үйге тағы бір аруақ кіріп кеткен екен. Оны видеодан көреді да кейін неге десеңіздер, Чакидің өзі енді аруақ қой. Соның артынан басқа да аруақтар еріп келіп, үйге кіріп алған екен да ше. Портал ашылып кеткен ба, бірдеңе ғой. Ал мына жақта Чаки не істерін білмей жүр. Ах ты, мелкая тварь. Сперла мои финты. Соси, М3 Ой, қой, сразу біреуді өлтіруім керек деп, әкімнің өзіне барады. Джозеф. Папа, берегись! Кейін оны әкімнің әйелі мен үйдің қызметшісі көріп таң қалып тұр. Дуалда Чаки деп жазып қойған. Оны оқып, кім ол Чаки деген деп тағы да таң қалып қорқып тұр. Чаки бара-бара қартайып жатқан соң, маған тағы да көбірек адамды өлтіру керек деп бар ойлағаны бомба атып соғыс бастау болады. Әкімнің егізі бар екен, соны алып алады да, давай сен соғыс баста деп қорқытып бастайды. Дельта 823. Сигма 11. Ана жақта 3 достар әлі үйге кіріп Чакиді іздейміз деп жүр. Чаки болса бомба соғыс деп жүр. Все дети, которым повезет пережить Армагеддон, будут знать, что Санта-Клауса не существует. Енді бомбаны атуға кнопканы бассам дегенде кабинетке полиция келіп Чакиге оқ атады да 90-я параллель. Соси, Санта! Чаки жоқ болып кетіп, типа өліп қалады, бірақ аруағы үйдің ішінде қалып қояды. Енді Чаки болды, кукла болмасам да онда аруақ болып жүріп, адамдарды өлтірем деп шешеді. Для него это проклятие, а не дар. Почему? Әкімнің егізін де Чаки ақыры өлтіріп тастайды. Барлығы қосылып алып ритуал жасап Чакиді өлтіреміз, жоқ қыламыз дегенде как всегда, Чаки ритуалды бұзып тастайды. Енді басқа жоспар құра бастайды. Біз біреуіңізді өлтіреміз да аруақтар әлеміне жібереміз. Егер жақсы Чакиді тауып осында әкелсеңдер, жақсы Чаки бүкіл жаман Чакилерді өзімен алып кетіп, бәрі бітеді, бізге тыныштық береді дейді. Сөйтіп Джекке бір укол салады да, Джек өліп, аруаққа айналып, арғы дүниеге кетеді. Бірінші аруақтар әлемінде папасымен көрісіп, амандасып, кейін Чакидің аруақтарына барып жақсы Чакиді тауып алады. Насладиться моментом? Добрый Чаки, постой! Сөйтіп кел, сен бізді құтқар, жүр деп айта бастайды. Это твое незаконченное дело. Тебе нужно как-то себя простить. Поверить не могу, что ты меня об этом просишь. Иначе никак. Ал мына жақта болса Чакидің жаман аруағы болса бүкіл үйді жарып үлгереді. Джек қайттан тіріліп, қайтып келіп, дуаке шағайға барады да, ол міне, ал Чакидің ең соңғы кукласы қалған дейді. Тиффани кукла мен Чаки екеуі қайттан ақыры қосылады. Я слишком молода для этого дерьма. Ал ана 3 дос болса, үшеуін де куклаға айналдырып тастайды. О, Господи, он за спиной!
Болды, осымен 3-сезоны да бітеді. Ойла, құдай-ай, не көрдім мен қазір деймін да ше. 1-сезоны, 2-сезоны негізі әжептәуір қызық болған сияқты еді. 3-сезон вообще мияшу қылып тастаған ба бірдеңе. Одан да мияшу детальдары әсіресе ана Тиффани кукламен көп еді. Осы сіздердің миларыңыз ашымасыншы деп мен қоспадым, шыны керек ше. Кәдімгідей қиын болды негізі 3-сезонды істеу, өйткені бір нақты сценарий жоқ, бір нақты бірдеңе жоқ. Білгендерін істеп әйтеуір 3-сезонды шығара салған ғой ше. Ана Чакидің қартайып кеткен түрі вообще ұнаған жоқ маған. Наоборот, оның мына түрі кәдімгідей біздің есімізге, миымызға қатты әсер еткен, есімізде қалған, сондай жақсы еді. Сіздердің ойларыңыз қандай, ұнады ма, жоқ па, комментарийге жаза кетіңіздер. Пока что 4-сезоны жоқ. Ал сіздермен болған Диана Кью, келесі роликте кездескенше.